Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қыстық аппетитка салатын жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті заттың барлығын жуып, кесіп, осылай дайындап аламыз. Ары қарай барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Қызылбұрыш, сәбіз, пиязымызды және помидор, қызыл ащы бұрыш, чеснок барлығын өткізіп аламыз. Қызып тұрған қазанымызға майымызды құямыз. Жақсылап қызғаннан кейін үстіне пиязымызды саламыз. Пиязымызды 10-15 минут көлемінде қуырып аламыз. Яғни дайын болғанша, піскенінше, қызарғанынша біраз уақытқа қойып қуырып аламыз. Жақсылап қуырылғаннан кейін біз пияздың үстіне сәбізімізді саламыз. Сәбізімізді салғаннан кейін жақсылап араластырып 10-15 минут көлемінде қуырамыз. Арасында ашып араластырып тұруды ұмытпаймыз. Яғни сәбізіміз пісейін деді-ау деген уақытта біз үстіне қызыл тәтті болгар бұрышын қосамыз. Енді үшеуін жақсылап араластырып 5-10 минутқа қуыруға қоямыз. Қуырылып болғаннан кейін үлкен кастрөлдің ішінде қызанағымызды саламыз. Қызанағымыз тұрған жерге жаңағы қуырылып жатқан сәбіз, пияз, перісімізді саламыз. Салғаннан кейін ол жақсылап қайнауы қажет. Үстіне тұз салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сәл қайнағаннан кейін 15-20 минуттан кейін чесногымызды саламыз. 5 минут қайнатып, ары қарай ащы бұрышымызды саламыз. Пісуіне 10 минут қалған кезде укроп, петрушкамызды ұсақтап кесіп саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ең соңында аспиринді езіп саламыз. Аспирин салғаннан кейін 5 минут көлемінде қайнатамыз. Сөйтіп стерилденген банкілерімізге жауып қоямыз. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен видеом ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Айдана.